Абай атамыздың бір қара сөздерінде келген бір сөздер бар. Мысалы, біреулер Құдайдан бала тілейді дейді. Біздерге қатысты тыңдайық, біздерге айтып отқан сөз ғой. Біреулер Құдайдан бала тілейді дейді. Ол баланы не қылады дейді. Әңгіме қалай басталып отыр? Тәрбиелік тәлімі қалай басталып отыр? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайсам мені бақсын, асырасын дейді. Осыдан басқа нәрсе бар ма сенің мақсатыңда дейді. Қарас. Одан кейін өлсем орныңды бассын дейсің. Сенен қалған мал иесіз қалар деп ойлайсың ба дейді. Әлде біреуден қызғанғаның ба дейді. Сенің бұл малды дейді өзіңнен қалып атқан дүниені қимай тұғындай, сенің не артықша орның бар еді дейді басқалардан. Қана нәпсіге қалай тәрбие жасап жатыр да. Сосын сол бала, ол баланың жақсысы, мысалы айтайық, қызық. Баланың жақсысы қызық дейді, жаманы күйік дейді. Не түрлі бала болып келерін қайдан білесің дейді оның. Сосын мына жерде өте ауыр айтады енді бізге. Сен өзіңнің дейді өмірде көрген қорлығың аз бет дейді. Өмірде көрген қорлығың деген сөз Құрансыз, білімсіз өмірді қорлық деп атайды. Алланың хатынсыз өмір сүруді қорлық деп атайды. Білмеу. Білмеймін, әйтеуір Құран бар дейді ғой деген нәрсе, ол негізі қорлық өмір. Екінші, сен өзіңнің жасаған иттігің аз беді дейді. Иттігің деген сөз, ол жаңағы кешегі аяттарды естідіңіздер ғой, сол жақтан мысалдардан алып отыр ғой. Иттігің деген сөз тәрбиесіз өмір. Жаңағы қорлық деген иман болмағаннан кейін дұрыс. Әйтеуір халық не десе соны айта берем дегендей нәрсені істемеңдер дейді мысалы. Сол иттік деген тәрбиесіз. Яғни Құранға сай не мінезім жоқ, не Құранға сай жаңағы ісім жоқ, не адалдық, әділдік, бүкіл нәрселерге сол нәрселерді айтып отыр. Енді өзінің көбінесе айналадағы көрген адамдарында сондай қасиет көп болғаннан кейін солай айтып отыр ғой. Сонда мына нәрсені қараңыз енді. Енді бір бала туғызып дейді. Оны да сондай қорлыққа, оны да сондай иттікке жеткізуге сонша неге құмар болдың сен дейді. Адам бала тілегенде сен не тілеп атсың дейді, не үшін тілеп атсың. Сөйтіп өзіңден кейін орнын бассын десең, сен ойлан дейді оған. Сенен кейін нені басайын деп тұр дейді ол. Егер сенің өмірің иттік пен қорлықта болса дейді, онда ол сенің кейін иттік пен қорлықтың орнын басады дейді. Қараңыз қалай түсіндіріп жатыр. Екінші, артымнан Құран оқысын дейсің дейді. Егер сен дейді осы өмірде жақсылық қылған адамдарың көп болса, қаншалаған адамдарға жақсылық қылып өмір сүрген болсаң, кім саған Құран оқымайды дейді, кім саған дұға тілемейді дейді. Ал егер сенің бұл өмірде жасаған жақсылығың болмаса, балаңның оқыған Құраны сені неге жеткізеді дейді. Көрдіңіз ғой? Әлде өзің істемеген істі оп-оңай балаң арқылы кәсіп қылайын ба деп жүрсің ба дейді да. Міне, қайдан білдің ол баланың қандай болатынын дейді. Ал баланы ақырет үшін сұрау деген сөз дейді, оны кішкентай күнінде шетіне екенін тілеуің дейді. Алдынан жүгіріп шығып, сөйтіп үлкен бір шапағатқа жеткізсін деп. Сосын қартайсам мені асырасын деп айтасын дейді. Алдымен сен сол өзің сол қартаюға жетесің бе, жетпейсің бе? Сен оны уайымдамайсың дейді. Екіншіден ол балаң мал табатын бала бола ма, жоқ мал шашатын бала бола ма? Ол сосын сен оны сондай қылып бағып, ер жеткізіп, ол өзінен өзі ер жетіп, ата-анасын тозақтан құтқаратын бала бізден туа ма екен дейді. Қараңыз. Оны сендей әке, сендей ел тәрбиелеп бере ала ма екен дейді. Міне қараңыз қандай нәрсені айтып отыр. Адамның ата-ананың мақсатын түсіндіріп отыр. Сен тілегенде не үшін тіледің, сосын бұл балаң кім болып кетті деп отыр ғой. Әуелі ол балаңды жаңағы ананы алдай сал, мынаны бүйте сал деп үйретесің дейді. Сосын ол ананы алдай салады, мынаны бүйте салады да. Сосын ол қанына сіңеді, сосын мына бала қайдан шықты деп айтасың дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан ата-ана бала тәрбиесі туралы айтып жатыр мына жерде. Мынандай бір сөзінде де Абай атамыз жаңа бір сөзінде айтады. Өзіңнің күнәң, өз күнәңді арқалаумен қоса дейді. Енді сол баланы туғызып, оны да
жаңа Құдай танымайтын қып, оны да күнәңа ортақ қылайын деп тұрсың ғой дейді. Не үшін яума яфиррул мар'у мин ахи, Алла Тағала не үшін айтып жатыр? Ол күні адам бауырынан қашады. Өйткені дүниедегі биологиялық туысқандық, жаңа бір тамақта дастархандас болу, әйтеуір бір өсекте, ғайбатта, ток-шоуларда бірге жүру деген нәрсе бәрі үзіледі дейді қияметте. Өйткені Құдай байламаған еді дейді сендерді. Құдай Тағала деген ұғым, мына үлкен мағыналар, адалдық, әділеттілік, тәрбиелік, имандылық жолдары байламады дейді.